Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен шарлотка пирогын жасаймыз. Өте жұмсақ, дәмді, ең алғаш жасаған адамның қолынан тек керемет шығатынына сенімдімін. Ең алдымен біз жұмыртқамызды ақ уызы мен сары уызын бөлек алып аламыз. Сары уызымызға шекерімізді қосып миксерлейміз. Мен барлығын описанияда неше грамм екені жазып өтемін. Жақсылап миксерлеп, сары майымызды водяной баняда ерітіп алып, қосамыз, миксерлейміз. Қопсытқышымызды қосамыз, бір пачка қосыңыздар. Ұнымызды қосамыз, араластырамыз. Ұнымды 2 бөлікке бөліп салдым. Енді жаңағы ақ уызымызды біз бөлек қойып қойдық қой. Енді ақ уызымызды жақсылап миксерлейміз. Аппақ болғанша, қою болғанша. Осындай болып шығады. Енді осыны жаңағы жасағанымызға қосамыз. Астынан үстіне қарай осылай жақсылап араластырыңыздар. Осындай силиконовый немен араластырсаңыздар, барынша темір ыдыспен араластырмаңыздар. Салып құйып аламыз. Осындай қоймалжың масса шығады. Алмамызды турап қоямыз, алдын ала турап қойған алмаларымызды үстіне сәндеп қойып шығамыз. «180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Енді дәмін жеткізе алмаймын. Өте дәмді, нәзік,